Ал достар, осы күйге қалай жетті деп сұрасаңыздар, жауап берейін. Өзім жеттім деген әзіл ойсыздар ма? Енді осы тіземе жарақат алу бойынша видео түсірейін ба, түсірмейін ба деп ойланып жүретін. Маған күннен күнге осындай адамдар көбейіп жатыр да. Яғни қалай жасадым, қалай болды, менің де тізем ауыратын еді, анау деген мысалы туысқандар, достар, әріптестердің арасынан уже 10-нан асып кетті сондай адамдар. Маған хабарласпайтындар да қаншама адам мысалы да. Сондықтан да осыдан басқаларға да пайдалы болар деп видео контент жасап жатырмын. ютубта бұндай қазақша жоқ екен білдім да. Сонымен бұл видеода мен қалай жарақат алдым, жарақат алмау үшін не істеуге болады шаңғы барысында, және де үшінші қалай порталмен тегін Қазақстандағы номер 1 ауруханада тегін портал арқылы жасатуға болады. Осы үш нәрсені айтатын боламын. Кеттік. Сонымен қалай болды? Өзімше ең бірінші шаңға отырайын деп осы жылдың басында Шымбұлаққа бардық. Сөйтіп та төменгі деңгейде әйтеуір қыздырғандай болдық. Бірінші, екінші деңгейде жаттыққандай болдық. Сөйтіп та бірінші деңгей өтті. 3200 метрге бардық та ең үстінен шаңмен түстік. Бірінші склоннан өттім. Екіншісіне барған кезде сол екіншісінен құладым да. Себебі анау шаңғының не бұрып үйренбегенмін, не құлап үйренбегенмін, соның кесірінен шаңғы тек қана тік кетіп барадым. Жылдамдық ол кәдімгі 100 км/сағатқа дейін барады екен да. Сол кезде ойым екі жаққа шашылып кетті. Барып жағаға барып қадалайын ба, құлайын ба, болмаса ары қарай деп басқарып кетейін ба деген сияқты. Сөйтіп ойым екі ойлы болған кезде аяғым, қолым бәрі жан-жаққа кетіп қалды да. Сөйтіп құладым. Құлаған кезде тізем ішке қарай қайырылып кетті да. Соның кесірінен жарақат алып, сол жерде жаттым. Дәлмен барған досым, Айдар деген досымнан бірге жүрген, бәрін көріп үйреніп. Ол қарап тұрды, бара бер, қазір барам деп қоямын. Сөйтсем, бұндай серьезный жағдай болған білген жоқпын. Сөйтіп жатырмын, тұрамай, соның артынша маған сол жерден бір кісі келіп қалды. Сол жерден мына жерде плюс деген белгісі бар, яғни арнайы сондай мамандар келіп, не болды деп сұрады. Орысша колено болит дегеннен басқа ештеңе айта алмай жатырмын. Сөйтіп ол басқа көмекке шақырды. Олар артын жаңа бір шана сияқты, бір носилка сияқты бір нәрсесі бар, и шаңғымен басқарып жүреді. Сондай бір кісі келді да, мені отырғызып, ора-ора болды да, астына қарай түсірді. Оның видеосы бар, көрсеңіздер болады. Ет қызуымен жаңағыдай қатты ауырған сезінбей, соны видео түсіріп жатқанмын сол жерде. Сонымен міне солай шаңғыдан жарақат алып қалдым. Ал енді шаңғы тебу барысында сіз жарақат алмауларыңыз үшін не істеуге болады дейтін болсақ, айтар едім достар, мен де баратын кезде ютубтан видеолар көріп бардым да, шаңғы жайында қалай болады, не болмайды деген сияқты. Соның барысында мынандай ақыл айтатын: бірден барлығын жасауға асықпа, сол жерде инструкторлар болады, солардан үйрен деген сияқты нәрселер айтқан кезде қош, осыларды айта береді, өздерінің қызметтерін сату үшін әдейі осындай видеолар түсіреді деп айтатын. Сөйтсем, шынымен де достар, өзіміз еріншектікке салынамыз, экономдағымыз келеді, сөйтеміз да, денсаулығымызды да құртамыз, одан да көп ақшаға да шығындалып жатамыз да. Сондықтан да солар айтқандай, мүмкіндігінше білетін адамдармен барыңыздар. Сол жердегі жарақат алмас үшін сол жерде инструкторлар болады, соларда бірнеше адам болсаңыздар да жалдап үйреніңіздер. Тіпті болмаса сол қарасып барсаңыздар, көресіздер инструктормен жұмыс жасап жүргендерді. Соларды сырттай қарап болса да үйрену керек та. Ең бастысы құлап үйрену керек та. Құлап үйреніңіздер, жылдамдық басқарып үйреніңіздер. Және де Алматыға мысалы барсаңыздар, ол жақтың өзінде Ақбұлақ деген жер бар екен. Ол жерде кішкене биіктіктері қатты үлкен емес. Одан кейін Ойқарағай деген бар, ол жақта орташа. Кейін Шымбұлақ бар. Шымбұлақ өте биік екен да. Сондықтан да бірте-бірте бастағаныңызға кеңес беремін. Мысалы, бірден Шымбұлаққа барып жатсаңыздар да, ең бастапқы деңгейде әбден сенімді болғанша төменгі жақтардан әбден үйрену керек екен. Сондықтан да асықпаңыздар. Осындай үйренбей, тренер жалдамай, соның кесірінен шаңғыда болсын, жүгіруден болсын, тренажерда болсын, қанша адам жарақат алып жатыр да. Содан байқаңыздар. Енді үшінші кезекте қалай мен порталмен осы Қазақстандағы номері 1 ауруханаға порталмен квота алып, тегін тіземе операция жасаттым. Бұл 700 000 теңгеден жоғары тұратын операция екен да. Соны жасаттым, соны айтайын, және де сіздер қалай осыны жасай аласыздар.
ең бастапқыда тіземіміз ауырса біз не істейміз, өз жазылып береді дейміз, май жаға саламыз деген сияқты жүре береміз ғой. Мен де басында Шымбұлақтың басындағы медиктер қараған кезде 4-5 күннен кейін ісіге бастағаннан кейін жақсы болады дегендей болды. Одан кейін Таразға барып травматологияға барған кезде олар да рентген жасады, ештеңе сынбаған, бәрі жақсы дегендей қылды. Болды деп жүргенмін ғой, енді осындай басылып береді деп сөйтсем, Мадияр деген досым хабарласып қалыпты, осы ключевой момент бар да. Ол айтты, Таразда нөмір бірінші травматолог бар екен да, енді оған 1 ай бұрын жазылу керек екен, Ким деген кәріс кісі. Соны айтты, мен жазылып едім, маған қазір керек емес, давай сен жазып қойын деді. Сосын шаруам жоқ, өзің звондап келіссең барам, әйтпесе бармайын деп андай міндетсініп жатсың ғой, тіземді барған. Сөйтіп Мадияр жазып қойды тастасын. Сөйтіп оған барып мені МРТ-ға жіберді. МРТ-дің жаңағы описаниясында бәрі жақсы деп тұр. Сосын қайтадан кемді барайын ба бармайын деп тұрдым да, енді барсайшы деп барып сөйтсе, ол описанияны кері қоя сал деді да. Ол описанияны оқитындар ол мықты мамандар емес. Мықты мамандар дискіден қарайды деп. Сөйтіп дискіні компьютерге салып қарады, сөйтті да менің тіземнің ішінде яғни сіңірлер болады екен да. Бұрылған моменттерді ұстап тұрады, тіземнің ішінде айқасқан сіңірлер болады екен. Соның алдыңғысы жарақаттан жоқ та, снимоктар жоқ, артыңғысы мындай анық көрініп тұр, сап-сау тұрғаны. Алдыңғысы уже жоқ көрінбейді. Сондықтан айтты, өкінішке орай сенде осындай кеткен, бұл тек қана операциямен жөнделеді деді да. Себебі бұл қалай айтсам болады, домбыраның тартылып тұрған екі шегі сияқты да. Ол үзіліп кетті, оны өзінен өзі жалғанып кетпейді ол. Жүре берсең өзінен өзі болып кетпейді деген сияқты. Керісінше машинада развал схождения деген кетсе, дөңгелектің шеттерін жеп тастайды екен ғой. Сол сияқты айтты да маған, екі сүйектің бір-бірін жалғанған жері бірін-бірін жеп, жаңағы артроз дейді, басқа да сондай түрлі кәріліктің зардаптарын ертерек шегетін боласың деді. Оның үстіне саған қазірден бастап операция жасауға асықпай-ақ қой, жүре берсең болады деді. Бірақ ауыр көтеруге болмайды, жүгіріп секіруге болмайды, спортпен айналысуға болмайды, тағы не бала шағаның өзін көтеруге болмайды деді. Содан кейін нар тәуекел белсенді өмір сүргім келеді дедім да, осы операция жасаудың жолын іздестіре бастадым. Сөйтіп жаңағы Ким деген кісі тіземді қарастырды да айтты, бұны жасататын болсаң, тек қана Астанадағы осы артроскопия және травматология орталығы деген бар, сол жерге барып жасат. Ол жерде тек қана сонымен айналысатын узкий мамандар бар деді. Басқа қалаларға да басымдар бар, бірақ ол жақта құрылғылары ескілеу, сосын олар бүкіл жерді жасай береді деді. Сондықтан да ол жаққа бару не рекомендую, жасатсаң сол жаққа жаса. Бүкіл Қазақстанның жаңағы Илья Ильин деген сияқты болса да басқа да сборныйларда ойнайтын спортсмендер ол жаққа келіп жасатады екен да. Сондықтан сөйтіп маған осы жаққа нұсқау, бағытты, направление беріп жіберді. Сосын бұл жақтан өзімнің снимогымды электронды почта арқылы жібердім да, онлайн консультация алдым. Сөйтіп бұл жақтан да подтверждение алдым. Иә, сенде крестообразная связка дейді, сол жарақаттанған, оған операция керек деді. Ол маған тағы да бір операцияның коды, анау деген сияқты нәрселерді жазып беріп, өзімнің поликлиникаға жіберді. Сойқа барасында порталды реттейсің деді. Сөйтіп поликлиникаға бардым, жаңа терапевт, хирург дегендерге барып жүріп, көптеген ЭКГ, жүрек, аяқ, бүкіл жерді тапсырады екенсің да, анализдер тапсырып жатып, портал дегенге документтерді жібердік. Ол жақтан жауабын күттік. Сосын мысалы жарақатты ақпанның 18-і алдым, бір жарты айдың ішінде соны қаралдым. Маған мамырдың соңына 30-ына менің операциямның уақыты келді. Яғни порталды бір жарым 2 айдай күттім, ал барлығы сонда 3 айға созылып кетті. Сонымен міне, егер сіздерге де енді айтарым, қазір қаншама адам осы тізенің ішіндегі мениск дейді, болмаса крестообразная связка дейді, сондай басқа да түрлі аурумен зардап шегіп жүргендер бар, айтып тұрмын ғой. Жұмыстың өзінде 4-5 адам бар. Басқа қалалардан достар, әріптестер, туысқандар арасында да көп бар екен осымен жүрген да. Ары қарай не істерін, қалай болатынын толық түсінбейді да. Бұл жерде анық мынандай нәрсе бар екен да. Ең бірінші болған ешқандай өкінішке орай тәуіп емші дегендер бұған көмектесе алмайды екен да. Бұны ұзақ созып жүргендер одан сайын даже тізесін полностью кесіп тастап темір қойдыртады екен да, ұзаққа жүріп кеткендер. Кеше ғана бір апайым келіп сондай оқиғасын айтып беріп жатыр. Яғни сондықтан да бұл басқа нәрсемен емделу өте болмайтын сияқты мен білмеймін.
және де созып жүрген сайын бұл жағдай қиындай береді екен да. Сондықтан да ең бірінші кезекте МРТ дегенмен түсіріп, тізені толық ішіндегі не болып жатқанын картинканы көріп аласыздар. Сөйтіп мықты маманнан консультация аласыздар. Болмаса міне осы Астанадағы Абылай хан бойында орналасқан национальный научный центр травматология ортопедии деген бар. Ссылкасын астына жазып қоямын. Сол жерге кәдімгідей телефоны бәрі WhatsApp жазылып тұр. Сол жақта консультация алсаңыздар болады. Келсеңіздер болады. Болса онлайнда алсаңыздар болады. Сол арқылы сіздерге айтады, не керек, не керек жоқ, қауіпті, қауіпті емес деген сияқты барлығын сіздерге айтып береді. Портал арқылы жасатамын десеңіздер, порталының жолын көрсетеді. Ақылы түрде жасаймын десеңіздер, оның жолын көрсетеді. Міне келесіде енді операция больницаға келгеннен бастап бірінші күні, операция күні және операциядан кейінгі күндері деген сияқты соларды айтатын боламын. Жолыққанша.